баласыған жаңалық ойлыңыз әйтеуір әркім өзінің несін тарта тұрып көрпесінше. Мен негізі ерте келіп жүрмін, мен андаймын деп ше. Негізі ондай сұраған жоқ баласыған. Кім кетуі мүмкін деп ойласыңдар деп сұрап отыр просто. Әркім мен бүйтіп жүрген жоқпын деп өз-өзін ойлап отыр да әрқайсысы. Негізі андай нәрсе. Мен ойлап тұрмын, Нұрсұлтан кеткеннен кейін мүмкін Перизат жалғыздықтан құсап алып жүрген шығар деген сияқты. Мен соны ойлап, мүмкін Перизат өз еркімен кететін шығар деген сияқты ой келіп тұр өзіме. Қызық екен. Жақсы. Қауіпті аймаққа түскен сол жандардың бірін айтайын. Естуге дайынсыздар ма? Қауіпті аймаққа түскен жан болады. Тағы кім қауіпті аймаққа түсуі мүмкін? Жанболат, не деп жатсыз? Сөйлей қойыңыз, микрофон берейік па? Анда қасыңызға барайын ба деп айтайын дедің ғой? Жоқ, келмеңіз, әзірге отырыңыз. Бірақ мүмкін қоштасатын шығармыз. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің кеткеніңіз дұрыс па? Неге қауіпті аймаққа түстім деп ойлайсыз? Мен бір жеті ой эфирде болмадым. Ауырып, из-за этого деп ойлаймын. Басқа үміткерге немқұрайлылық болғанда ондай қасиет болған жоқ. Сыртта қыздың өзі тоқтатқан болатын оны, мен емес, қыз тоқтатты. Жақсы. Ал кім кету керек деп ойлайсыз? Екі кісі бар. Ернар или Перизат. Ернар? Как всегда кешігіп келетін осы кісі. Перизатқа келетін болсақ, сол Нұрсұлтанның әңгімесімен бәлкім сырт жақта бірге қосылғысы келіп жүрген шығар дегенде ғой. Лаура ханым, мен ойлаймын да, осы жерде енді барлығымыз бір-бірімізге бауыр басып қалдық, ешкім кеткен. Мен қаламаймын негізі, бірақ бұл жерде Шерхан деген қатысушы бар ғой. Вот сол кісі келді ма, кетті ма, білмеймін, түсінбедім. Сол кісі келмей қойса болады. Шерханды шығарып жіберейік деп отырсыз ба? Сол кісі шығу керек шығар мүмкін деп ойлаймын. Шерханнан нелерің бар? Соны айтам, Айжан? Шерханда, мне кажется, ол қыздарды қолдайтын нағыз ер азамат, ол келуі керек деп ойлаймын. Бірден бір орны бар осы жерде бөлек. Мына жерде кім шығу керек? Мне кажется, Дана. Өйткені ол бірінші эфирден бастап ұйықтап отыр, әлі ұйықтап отыр. Ой, Айжан. Айжан, сен маған сөйлемей ақ қойшы, хорошо, кемпір сияқты, зып-зып етпей. Осылай оятып отыру керек, баласа ханым. Жақсы қыздар. Аузына ие болшы, хорошо. Сабырға келейік қыздар. Шерханға байланысты, Шерхан белгілі бір себептермен сұранған болатын. Соған байланысты арада жоқ. Өзі келгеннен кейін себебін айта жатармыз. Дана, сіз қалай ойлайсыз? Кімнің кеткені дұрыс? Бір жерім сезіп тұршы, баласы ханым. Мен сияқтымын шынымен. Сіз сияқтысыз. Иә. Онда мен екінші жанның есімін атауға дайынмын. Ол жан. Енді біріңіз атап жатсыздар. Мүмкін өзі күтпей де отырған шығар. Ол жан Перизат. Перизат, айтарыңыз бар ма? Мен бір қателік жасадым. Бірақ Нұрсұлтан кетіп, мен қалдым ғой. Бұл жерден өз жарым тауып кеткендей қалаймын. Сіз Нұрсұлтанмен байланыста емессіз, е? Біздің тәртіпке бағынып жүрсіз ғой? Иә. Нұрсұлтан біздің жобамыздың қатысушысы емес.
сыртта ешкіммен сөйлесуге болмайды, білесіз ғой. Жақсы. Тағы кімнің қандай ойы бар? Тимур? Осы орайда айтқым келеді, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Осы бағдарламаның өзінің жеке ішкі тәртіптері бар. Соған бағынбай жүрген осы күнге дейін байқап жатқан қаншама адамдар бар. Кім? Солардың бірі, мен ойлаймын, осы Перизат деп. Енді үйреніп қалғаннан кейін ешкімді қимайды екенсің. Перизат бар ғой, енді айттым ғой. Жоқ, әлі нақты шешім шыққан жоқ, ол қатарында солардың. Сіз түбегейлі кетсін деп тұрсыз, иә? Жақсы. Нұржан, бір айтатыныңыз бар еді. Тимур кету керек сияқты негізі. Неге? Білмеймін, просто вообще кету керек сияқты. Неге бүгінгі пікірі ұнамай қалған ғой сізге? Мүмкін сол шығар. Кету керек сияқты ол кісі. Дайын емес сияқты отбасын құруға, мүлде. Кеше келді ғой бұл кісі. Сол енді кеше байқадым мен. Бірден байқадыңыз. Ақерке? Шынымен де айту қиын ондай нәрсені, бірақ мен ойымша дана шығар деп ойлаймын. Кешігуде мәселе емес. Эфирді кішкене тыңдамай ма, әлде кейде бір өзін басқа жерде, осы жерде, бірақ ойы басқа жақта сияқты. Кімнің? Дананың. Өз өмірінде бір нәрсе болып жатыр ма, әлде білмеймін. Өзі осы жақта отырады да, бірақ ойымен басқа жақта болады да. Сұрақ қойған кезде де ойы басқа жақта деп ойлаймын. Сандуғаш, қалай ойлайсыз? Мен ешкімнің кеткенін әрине қаламаймын. Бәріне бауыр басып қалдым. Жай ешкімнің кеткенін қаламаймын. Ешкімді айта алмаймын. Өзіңізше? Мүмкін. Сезіп тұрмын деген сияқты, дана сияқты ештеңе айтпайсыз? Ондай ешқандай сезім жоқ, бірақ бәлкім әркім болуы мүмкін ғой бұл жерде. Мадина, не айтайын деп жатсыз? Жоқ, ойланып отырған ғой. Сол жалпы енді кешігу деген темаға келетін кешігу деген мәселеге келетін болсақ, ол жерде енді өзім достарым болса да, Жәнібек пен Ернар бар, ал жоба шартын бұзып, болмаса немқұрайлы қарап жүргендердің ішінде енді Шолпан бар сияқты, сол Перизат деген сияқтылар ғой. Үміткер келмеген адам ол Гаухар деген сияқты ғой енді. Сол ойым. Жақсы, құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін тағы да кімдер қауіпті аймаққа түсті, бірге білеміз.